Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді баклажаннан жасалатын рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Рецепті қарамас бұрын менің инстаграм каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады. Бұны көбісі тёшин язик деп те атайды. Бізге керегі помидор, баклажан, чеснок және майонез. Жақсылап жуылған баклажанды осылай кесіп, жақсылап жайып, бетіне тұзды сеуіп 15-20 минутқа қойып қоямыз. Дайын болғанша майонезге чеснокты араластырып, помидорымызды өз қалауымызша кесіп, аздаған тұз себеміз. Қызып тұрған табамызға май құйып, қуыра бастаймыз. Майды қатты көп құйып керек емес, себебі біздің баклажандарымыз майды сорып алатындықтан өте майлы болып кетуі мүмкін. Осылай жақсылап қуырып, дайын болғаннан кейін майонез бен чеснокты жағып, арасына помидорымызды салып ораймыз. Осылай барлығын бірдей етіп дайындап алғаннан кейін тәліпкеге салып ұсынсақ болады. Достар, егер де менің рецептім сізге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Міне біздің рулеттеріміз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Қарағандарыңызға рахмет.